Қайраттың туған ауылына оралғанына бүгін 3-ші күн. 2 жылдай уақыт жүздеспеген ағайын туыстарын көріп, тай құлындай тебісіп, тел өскен жора жолдастарымен қайта қауышып, мәре-сәре күй кешіп сағынған жүрек саябыр тауып, құлазыған көңіл жайлана бастағанды. Бүгінде әскердегі әдеті бойынша ерте тұрып күні бойы ауыл ішіндегі ұсақ-түйек жұмыстарды ермей кеткен ол, ақшам әлетінде жуынып шайынып, қолын қалыңдығына ұрыншылап баратын күйеу жігітше таранып сипанып жинала бастады. Оның осынау қимыл әрекетін байқап қалған шешесі: «Апақ-сапақта қайда жиналдың, құлыным?» деді жанына жақындап келіп. «Клубта би болады екен». «Ой, биіңді қоя тұр ботам. Кешке 4 көзіміз түгел отырғанда, кеудеңдегі орден медальдарыңды қалай алғаныңды айтып бер. Тіпті келгеннен бері кісі күтемін деп жүріп, мейіріміміз қанып шүйіркелесе де алмадық қой. Сағынышымызда әлі басыла қойған жоқ». «Ту апа, ертеңде күн бар емес пе?» «Жарайды құлыным, бара ғой. Менікі жай-әншейін айта салған сөз ғой. Қайда жүрсең де аман жүрші әйтеуір», деді ұлының көңілін қимаған Ғазиза шешей. «Дүниеде анадан артық жан бар ма?» деп әндете жөнелген Қайрат еркелей келіп шешесінің бетінен сүйді. Анасы да мейірлене маңдайынан иіскеді. «Әкең біреудің жалғызы еді, сен де әкеңнен қалған жалғыз тұяқсың. Жер бетінде қарайып аман жүрші әйтеуір», деп иегі кемсеңдей бастап еді. Ойына келгенін ірікпей айтып салатын тік мінездеу баласы: «Қойыңызшы, қайдағы жоқ жаман ырымды бастамай», деп тыйып тастады да әндеткен күйі сырт киімдерін киіп далаға шықты. Соңынан ере шыққан Ғазиза шешей бір сәтке ұлының сымбатты түр-тұлғасына қарап тұрды да: «Тәубе, Құдай бергеніңе шүкір», деді күбірлей сөйлеп. Мамыр айының мақпалдай әсем кеші. Ымырт үйріліп, көз байлана бастаған шақ. Көше көңілді, ол баяу адымдаған күйі клубқа қарай бет алды. Маңайдағы үйлерге қасына жанай өтіп жатқан жандарға көз қырын салып қояды. Ауылдың қақ ортасындағы бұзылған ескі тоқал тамның жанынан өте бергенде ар жақ беттен айқай-шу естілді. Ол жүрісін жылдамдатып солай қарай бұрылды. Кенет оң жақ бұрыштағы дөңгелек тасқа жайылған газеттің үстіндегі қара нанның қалдықтары мен бір-бірімен шекісіп шетінеген ұзын өңеш шөлмектерді көзі шалды. Істің мәнісін айтпай түсінген Қайрат шапшаң қимылдап, үшеудің тепкісіне түскен жалғызды ажыратып алды. Қияқ мұртты, қапсадай денелі қарасұр жігіт арашасынан таныды. «Білем», сүйретіліп орнынан көтерілді. Қайрат оны қолтығымен демеп жол бойындағы су шүмекке әкелді. Жуындырып киімін тазалап, сәл-пәл есін жидырған соң үйіне жеткізіп салайын деп еді. Ол қарсылық білдіріп клубқа баратынын айтты. «Жә, онда жолымыз бір екен, бірге жүрейік», ол үнсіз соңына ерді. Бұлар келгенде бидің нағыз қызған шағы екен. Қайрат бірден топқа қосылмай жоғары жақтағы бос орындардың біріне жайғасып, әуелі сырттай бақылап тұруды жөн көрді. Алабұртқан көңілі жай тауып, музыка әуеніне елтіп отырған Қайраттың топ ортасында кектің лағындай ойнақтап жүрген аққұба қызға түсті. Оның нұрлы жүзі бір түрлі жанына жылы сезім ұялатып, қиялында жүрген бейтаныс бейнені елестеткендей болды. Көз алмай қарай бергісі, қадала бергісі келеді. Әлден уақыттан музыка үні сәл саябырсып, зал іші абыр-сабырға көшкенде ғана Қайрат қиял әлемінен отырған орнына қайтып оралғандай күй кешті. Жоқ, бұлай сырттай сұқтанып отыра беруге болмас. Ол вальс әуені басталысымен
бойына бар батылдығын жиып, кермаралдай керілген сұлу бойжеткенге қарай жүрді. Қарындас, сізді биге шақыруға бола ма екен? Неге болмасын? Қыз қолын соза тақай бергенде, жігіт құшағына еніп жүре берді. Әсем әуен қолтықтарына қанат бітіргенде екі жас жеңіл қозғалып қалықтай тербеледі. Олар осы күйімен тек кең залды бір айналып шыққан соң ғана тілдескен еді. Қарындас, танысып қоялық, менің атым Қайрат. Шынымен танымай қалдыңыз ба, ағай? Деді қыз наздана. Кешіріңіз, қарындас, өзіңізбен бірге оқыған Дәнештің сіңілісімін. Әлиясың ба? Кішкентай қыз едің. Кішкентай қыз өспеуші ме еді? Бетінің ұшы қызарып кеткен Қайрат, аңдамай сөйлегенін сезіп, одан әрі тіл қатудың ретін таппады. Тек би аяқталып, қыз қайтуға ыңғайлана берген кезде, сізді шығарып салайын, деді имене тіл қатып. Қарсы емеспін. Қыздың көзі күлім қақты. Маужыраған меңіреу түн, ай дөңгелек жүзін нұрға малып, күміс сәулесін жер дүниеге мейірлене төгіп тұр. Алтын түймелерге ұқсаған аспандағы жұлдыздар да әлдебір қылығына қысылғандай жымың-жымың етеді. Қайрат әңгімені неден бастарын білмей дағдарып келе жатыр еді. Ағай, ренжімесеңіз бір нәрсе сұрайын деп едім, деді қыз ойын бөліп. Сұраңыз. Ел сіздің шашыңыздың қалай ағарғаны жайлы аңызға ұқсас әңгіме айтып жүр. Сол шындық па? Қайрат үшін бұл сұрақ тосын әрі жайсыз еді. Бірақ қыз алдында үнсіз қалудың ретін таппай, адам сезгісіз әңгіме екені рас, деді бәсең үнмен. Есіңізде болса, әскерге дейін шашымның түсі қара еді ғой. Ендеше оқиғаның болғанын шын жанымнан еш нәрсе қоспауға уәде беріп, айт десеңіз айтып-ақ берейін. Сенесіз бе маған? Әрине, ағай. Қайрат біраз жерге дейін үнсіз жүріп отырып, сәлден соң сөзге кірісті. Шілденің шіліңгір күндерінің бірі. Біздің взводтың жауынгерлері брезент жабылған машиналармен оқшаулау орналасқан әскери бөлімдерге Кабулдан азық-түлік әкеле жатқанбыз. Бір мезгілде машиналардың алдында бірдеңе гүрс ете түскендей болды да, іле-шала қою қара түтін көкке көтерілді де, не болғанын аңғара алмай, жан-жағымызға аңтарыла көз тастағанымызда, дау беткейіндегі жартастардың паналап оқ атып жатқан дұшпандарды байқап қалдық. Жалма-жан машинадан секіріп түсіп, жер бауырлап атса бастадық. Бізді оңайлықпен ала алмайтындарына көздері жеткен олар бір уақытта атыстарын доғарып, тау беткейін бөктерлей қашып кетті. Төңірек тынышталған соң, орнымнан тұра бергенде сол жиегінде ирелеңдеп жатқан қара сұр жыланды көзім шалып қалды. Жақындап келіп жерден көтеріп алғанымда бауырының бырсып күйіп қалғанын көріп жаным ашыды. Жыланның өзің тиіспесең беталды соқтықпайтынын білемін. Оны тастап кетуге қимай тұрағымызға алып келдім. Біз орналасқан тұстан сәл қашықтау жерде ескі там қаңырап бос тұратын. Жыланның жарасын таңып сонда әкеліп қамап қойдым. Қолым бос кезде асханадан ол-пұл тамақ әкеліп тамақтандырып тұрдым. Алғашында жиырылып бір орнынан қозғалмай жатып алатын жыланымның күйі күн өткен сайын жақсара түсті. Күйген жерлерінің терісі жетіліп оңала бастады. Бір күні кешқұрым тамға келіп, қолымдағы тамағымды табаққа салдым да, қайтадан сыртқа шығуға бұрыла бергенім сол еді. Жаңа ғана бұрышта жатқан, оралып жатқан жыланның ирелеңдеп есік аузына барып қалғанын көрдім. Ойымда ештеңе жоқ, сыртқа шықпақ болып, жыланға тақай бергенімде, ысылдай бастаған ол, айыр тілін жалаңдатып, маған қарай түйме басын қақшаң еткізді, зәрем зәр түбіне кетті. Жалма-жан артқа серпілдім. Шегінгенімді көрген жылан табалдырыққа тақап барып, жайлана жиырылып жатып алды. Шақшадай басым шарадай етіп, небір ауыр ойлар қаумалады. Жақсылық жерде қалмайды деп отырушы еді көнекөз қариялар. Жыланның бұнысы несі?
Әй, бірақ хайуанның аты хайуан ғой. Тас керең мақұлық жақсылық жасап жүргенімді қайдан білсін? Сірә, көрер жарығымның таусылған жері осы шығар. Ай, аңғал басым-ай деп іштей күбірлеп қоямын. Ойлаған сайын тұла бойым қалтырап, төбе құйқам шымырлайды. Екі көзім жыланда. Оның тастай қатып қалған қорқынышты сиқы менің қимыл қозғалысымды бағып жатқандай көрініп тұрған орнымнан тырп ете алмадым. Басыма қайдағы бір сумаңдаған суық ойлардың бірі кіріп, бірі шығады. Бір мезгілде талмаусырап барып көзім ілініп кетсе керек. Әлгі жылан мойныма оралып алып қылқындыра бастады. Айқайлауға да шамамды келтірер емес. Шошып оянсам бір қуантарлығы түсім екен. Ал жыланым сол мелшиген қалпында тырп етпестен әлі жатыр. Енді қалғып кетсем бас салатындай елестеп түні бойы көз ілмей шықтым. Таң қыла бере жайлап орнынан қозғалған жылан маған қарай басын бір қақшаңдатты да далаға шығып ирелеңдеп жөніне кете барды. Аман қалғаныма қуанып, әскери шатырға қарай құстай ұштым. Маңдайыма қара тер сорғалаған күйі ішкенгенімде, төсектерінде шешінген қалпы күнде әзілдесіп қатар жүрген 30 баланың қойдай бауыздалып жатқанын көрдім. Жер дүниенің бәрі қып-қызыл қан. Менің сондағы күйімді ешкім сөзбен айтып жеткізе алмас. Шошынғаным сонша үн шығаруға да шамам келмей, тезірек тысқа шығуға тырыстым. Бұрыла бере, жақтауда ілулі тұрған айнаға көзім түсті. Түрім өте қорқынышты еді. Енді бір сәтте шашымның айран құйып жібергендей ағара бастағанын аңғардым. Деп сөзінің аяқтаған Қайраттың қызыл шырайы жүзі қуарып, дем алысы жиілей түскен еді. Әңгіменің әсерінен арыла алмай келе жатқан қыз біраз үнсіздіктен соң ғана жақсылықтың жерде қалмайтыны рас екен ғой, деді қобалжи үн қатып. Иә қарындасым, жылан болмағанда мен де сол жолы дұшпандардың құрбаны болар едім. Осылай әңгімелесіп келе жатқан олар көк қақпаның алдына келгенде бірақ іркілді. Ағай, рахмет сізге. Келесі кездескенше сау болыңыз. Әлия аяғын жылдамдата басып үйіне кіріп кетті. Түн түнере түскен, сумаңдаған суық желде қатайып, аспандағы ай жұлдыздарда мелшие қалған. Үйіне қарай беттеп келе жатқан Қайрат желке тұсынан шыққан тоқта жігітім деген дауысқа жалт қараса, бағанағы өзі арашап алған қияқ мұртты жігіт екен. Аузынан арақ исі мүңкіген ол теңселе басып жатқандай түсті. Сенімен оңаша сөйлесейін деп едім. Не жайында? Әлия, деді ол тұтығып, ендігәрі оның жанынан көрсем, жұлыныңды үземін. Сен не оттап тұрсың өзі? Аяғы аспаннан салбырап түскендей, кекіреуін қарашей мұның, қазір сабаңа түсірейін деп мұртты жігіт қолын көтере бергенде, Қайрат оны көз ілеспес шапшаңдықпен иек астынан бір ұрып шалқасынан түсірді. Сол сәтте қайдан шыққаны белгісіз, соқталдай 4 жігіт қоршай алды. Екеуін ұрып шыққан Қайрат бұрыла бергенде басына тиген қатты соққыдан есеңгіреп барып құлап түсті. Осыны пайдаланған төртеуі көз демей оны аяусыз тепкінің астына алды. Ашу ыза кернеген Қайрат 2-3 мәрте алға қарай ұмсынып еді, тұра алмады. Басын көтерсе болғаны гүрс еткізген бірде ұшы бірде өкшесі, кеудесі мен қабырғасын сарт-сарт тиеді. Кенет ол бар қайратын жиып қозғала бергенде темірдей соққы қара құсқа тиді. Тіл қатуға шамасы келмеген Қайрат кескен теректей сылқ ете түсті де қимылсыз қалды. Бір сұмдықтың болғанын сезіп, естерін жиып алған мастар қою қараңғылықты жамылып, емпеңдей басып қаша жөнелді. Кең даланы бауырына басып алған меңіреу түн, о адам баласы, не деген қатыгез едіңдер дегендей, қабағын түйіп түнере түскен, айнала жым-жырт, тек аласұрған тентек жел ғана, мен адамдардың бір-біріне жасаған қастандықтарына күнде куә болып жүрмін.
үйреншікті жайт қой дегендей жайбырақат күйде ышқына ысқырып бара жатты.